Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі керемет болып шығатын снежок салатының рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге тауық еті, картошка, жұмыртқа, сыр және майонез бен тұз қажет болады. Енді барлық ингредиенттерімізді турап дайындап аламыз. Алдымен тауық етін майдалап, кубиктап турап аламыз. Достар, егер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып алыңыздар. Менің каналымнан басқа да салат түрлерін таба аласыздар. Мінекей, тауық етін турап алдық. Енді қалған ингредиенттердің барлығын теркадан өткізіп аламыз. Бірінші кезекте картошкамызды терканың ең үлкен тісінен өткізіп аламыз. Картошкамыз дайын. Енді жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Яғни теркадан әр қайсысын жеке-жеке өткізетін боламыз. Алдымен теркадан жұмыртқаның ағын өткіземіз. Ең кішкентай тісінен өткізетін боламыз. Мінекей, ағуызы дайын. Енді сарыуызын да дәл осылай ең кішкентай тісінен өткізіп алатын боламыз. Мінекей, сарыуызын да өткізіп дайындап алдық. Енді сырымызды да ең кішкентай тісінен өткізіп аламыз. Мінекей, осылай барлық ингредиенттерді теркадан өткізіп және турап дайындап алдық. Келесі кезекте салатымызды жинап бастайтын боламыз. Енді тарелкамызды алып, ең астыңғы бөлігіне тауық етін жайғастырып шығамыз. Дәл осылай қасықтың көмегімен біркелкі етіп орналастырып домалақтап шығамыз. Енді үстіне майонезімізді сеуіп шығамыз. Майонезді көп сепсеңіздер, салат құрғақ болмай, әдемі болып шығатын болады. Келесі үстіне картошкамызды дәл осылай орналастырып шығамыз. Картошкамызды орналастырып болғаннан соң, үстіне кішкене шым-шым тұзды айналдырып сеуіп шықсаңыздар, салаттарыңызға дәм береді. Мен де азырақ үстіне тұз септім. Енді үстін майонезбен жабатын боламыз. Келесі кезекте үстіне жұмыртқаның сарыуызын саламыз. Дәл осы ингредиенттердің мөлшермен менде 2 тарелка салат шықты. Егер де көп шықсын десеңіздер, онда мөлшерін көбейтіп жасай бересіздер. Енді жұмыртқаның сарыуыздың үстін тағы да майонезбен жауып шығатын боламыз. Енді үстіне сырымызды орналастырып шығамыз. Сырымызды да салаттың барлық жерін біркелкі етіп жабатындай орналастырып шығамыз. Енді сырымыздың үстін майонезбен жабамыз. Бізде соңғы этап, енді жұмыртқаның ағуызын біркелкі етіп, әдемілеп орналастырып шығамыз. Жұмыртқаның ағуызын салаттың бүкіл жерін жабатындай етіп, әдемілеп, жинақлап жасап шығамыз. Достар, бұл салат өте керемет әрі дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, өз отбасыңызды тек дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер. Мен енді әсемдік үшін жұмыртқаның сарыуызын осылай бетіне кішкене сеуіңкіредім. Осымен біздің салатымыз дайын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балжан, ал ас болсын.